Қостанай облысынан. Осы айда қазақ халқының батыр қызы, даңқты пулеметші Мәншүк Мәметованың туғанына 90 жыл толады. Алматыда Мәншүк пен Әлия ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылып, Кеңес одағының батыр оқыған Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде қаһарман қызы қазақтың апталығы өтті. Бүгін соғыс ардагерлері, қоғамдық ұйым өкілдері мен алматылық оқушылар Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлованың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойып, шығыстың қос шынарының бірі Мәншүкті еске алды. Батыр қыз алғаш 100-ші қазақ атқыштар бригадасының құрамында майданға аттанғанда санитарлық қызмет атқарды дейді ардагер Сұлтан Жиенбаев. Өзі ол сам инструктörді жақтырмады. Мен соғысқа өзім қатысқым келеді, өзім фашистерді өлтіргім келеді деп. Тағы арыз беріп, арызды қайта-қайта берген екен, оны пулеметтің ортаға қосылды. Кішкентай ғана қыз 64 келі Максим пулеметін шебер меңгеріп, талай жауды жер жастандырды. Невель қаласын азат ету үшін болған шайқаста ауыр жарақат алған. Басына снаряд жарықшасы тисе де 5 сағат бойы жаумен шайқасты. 1943 жылдың қазан айында ерлікпен қаза тапты. Ал 1944 жылы майданда бірге болған жауынгерлердің ұсынысымен Кеңес одағының батыры атағы берілді. Мәншүк апайым адал жар, білікті дәрігер болуды армандаған екен дейді батырдың немере сіңлісі Айман Мәметова. Олай болып кетсем, өз еліме мен аңыз болып оралармын деген екен. Міне сол өз еліне ол аңыз болып оралып отыр. Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде Мәншүк есіміне ерекше ілтипатпен қарайды. Соғысқа аттанардың алдында ол осында 2-ші курста оқып жүрген еді. Оқу орнында қаһарман қызы қазақтың апталығы өтті. Ғылыми конференция, дөңгелек үстелдер, патриоттық әндер кеші ұйымдастырылды. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов пен ардагер әрі білікті дәрігер оқытушы Зұлқайнар Сейітовтің қатысуымен Өмір аңыз деректі фильмнің тұсауы кесілді. Оқу орнының оқытушылары мен студенттерінен құралған шығармашылық топ Невель және Орал қаласында болып қайтқан. 21 жасар қыз Мәншүк апамыздың бойынан біз қазақ халқының намысын, қазақ халқының мінезін, қазақ халқының даналығын, қазақ халқының барлық жақсы қасиеттерін көре аламыз. Ұлан Нарынбек, Манат Ешбай, Серік Бақпаев, Хабар, Алматыдан. Қазақстан магниткасының қайнар көзі саналатын